بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Аллах тағаланы еске алу бар. Және Аллах тағаланы еске алу туралы бізге Құран не дейді, және пайғамбар саллаллаху сүннеті не дейді. Сонымен қазір білісіп, соны шамай келгенше соны танысатын боламыз иншалла. Ең біріншіден зікір сөзі бұл закаро еске алды, язкуру еске алып жатыр. Зикрон еске алумен, немесе узкур дейді. Узкур деген еске ал деген сөз. Бұның бәрі арабша сөздер, және арабша айтылатын түрлерін қазір айттық. Енді Құранға келетін болсақ, Құран зікір туралы не дейді? Аллах тағала Анкабут сүресінің 45-ші аятында айтады: "Уәлә зикруллахи акбар", уәлә зикруллах, Аллахты еске алу акбар, барлық нәрседен ұлы дейді. Барлық нәрседен ұлық дейді. Яғни бір рет субханалла немесе Аллаху акбар деп айтқан сөз осы дүниеде, аспандар мен жерлердегі барлық нәрседен де, барлық заттардан да ұлы нәрсе. Сол сияқты Тоха сүресінің 14-ші аятында Аллах тағала не дейді? Иннани аналлаху ла илаха илля ана. Иннани, расында иннани, мен, аналлах, мен Алламын дейді. Ла илаха илля ана, менен басқа илах жоқ дейді. Менен басқа құдай жоқ дейді. Жаратушы, өмір беруші, өлтіруші ешкім жоқ, тек қана менен басқа дейді. Ла илаха илля ана фа'будуни, маған құлшылық жаса дейді. Уақимус салах, және намазға тұр дейді. Намазды орында дейді. Не үшін? Уақимус салат әлі зикри, мені еске алу үшін дейді. Мені еске алу үшін дейді. Яғни құлшылықтардың барлық негізі, құлшылықтардың негізі не екенін түсіндік біз. Құлшылықтардың негізі бұл зікір екен. Зікір яғни Аллах тағаланы еске алу. Сол сияқты Бақара сүресінің 152-ші аятында Аллах тағала айтады: "Фазкуруни азкуркум", фазкуруни, мені естеріңе алыңдар дейді. Азкуркум, менде сендерді есіме алам дейді. Менде сендерді ескеремін дейді. Вашкуруни валя такфурун, маған шүкір қылыңдар да, валя такфурун, маған күпірлік қылмаңдар дейді. Сол сияқты Аруф сүресінің 205-ші аятында Аллах тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Уазкур раббака фи нафсика тадарруан ва хифа". Уазкур раббака, Раббыңды есіңе ал дейді. Фи нафсика тадарруан ва хифа, оған бойсұнған күйде, ва хифа, және одан қорыққан түрде дейді. Дунал жахри минал қаули бил ғудуи вал асал, даусыңды көтеріңкі түрде емес дейді. Минал қаули бил ғудуи вал асал, бил ғудуи, таңның алдында, вал асал, және кешке қарай дейді. Вала такум минал ғафилин, ғапылдықта жүргендерден болма дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах айтып отыр: мені есіңе ал дейді. Қандай халде дейді? Маған бойсұнған халде және қорыққан халінде дейді. Даусыңды көтермей мені есіңе ал дейді. Таң алдында және кешке қарай, және ғапылдықта болғандардан болма дейді. Яғни Аллахты еске алмай жүргендерден болма деген мағынада. Енді Музаммил сүресінің 8-ші аятында Аллах тағала: "Вазкур исма роббика ва табаттал илейхи табтила". Вазкур исма роббик, Раббыңның есімін есіңе ал дейді. Зікір жаса дейді. Ва табаттал илейхи табтила, құлшылығыңды, барлық нәрсені Аллахқа арна дейді. Және ва табаттал илейхи табтила, оған қалай? Құлшыныспен, яғни Аллах тағалаға ұмтыл дейді. Сол сияқты Уазкур исма роббика букрата ва асила, Инсан сүресінің 25-ші аятында Уазкур исма роббика букрата ва асила, Раббыңның есімін есіңе ал дейді. Зікір қыл дейді. Букрата ва асила, таңның алдында және кешке қарай дейді. Сол сияқты Аллах тағала Али Имран сүресінің 41-ші аятында Закария алейхиссаламға айтады: "Уазкур роббака касира", Раббыңды көп есіңе ал дейді. "Уазкур исма роббика касира ва саббих бил аши вал ибкар", және оны көптен пәкте дейді. Бил аши, кешке қарай, вал ибкар, және таң алдында дейді. Және таң алдында дейді. Жалпы енді Аллах тағала момындарға Ахзаб сүресінде 41-ші аятында момындарға айтады: "Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира", ей иман келтіргендер, Аллах тағаланы аману зкуруллах, я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира, Аллах тағаланы көп естеріңе алыңдар дейді. Момындар мен екі жүзділердің айырмашылығы қандай? Аллах тағала екі жүзділерді, мұнафиқтарды айтқандай сипаттағанда айтады:
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Аллах тағаланы олар еске алады дейді, бірақ илля қолила, бірақ олар бәлкім аз естеріне алады дейді. Ал енді момындарға айтқан кезде Аллах тағала я аyyuhalladhina amanu зкуруллаха зикран касира, ей иман келтіргендер, Аллах тағаланы көп естеріңе алыңдар дейді. Сол сияқты Талақ сүресінің 10 аятында Аллах тағала айтады: "Қад анзалаллаху илейкум зикра". Расында сендерге Аллах тағала анзалаллаху илейкум зикра, зикрді түсірді дейді. Яғни Құранды түсірді, және сол Құранды бізге баяндайтын пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жіберді деген мағынада. Сол сияқты وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ. Ахзаб сүресінің 35 аятында Аллах тағаланы көп еске алатын ерлер мен وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ, және көп еске алатын әйел адамдарға Аллах тағала عَدَّ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, Аллах тағала оларға өзінің кешірімін және үлкен ұлы сый дайындады дейді. Бұл жалпы зікір сөзі Құранда 140 астам жерде келген. Әлбетте біз бүкіл ол аяттарды оқымаймыз. Жалпы зікір туралы біз Құран не дейді, Аллах тағала не дейді, соны қазір қарастырып отырмыз. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне келсек, сүннетте зікір сөзі қандай мағынада келген және қандай мақсатта келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде Аби Мусадан келген хадисте айтады: "Қалан набию саллаллаху алейхи вассалама", пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: "Масалуллази язкуру раббаху валлази ла язкуру", Аллах тағаланы Раббысын дейді, аллази язкуру, есіне алатын мен дейді, валлази ла язкуру раббаху, сол сияқты есіне алмайтынның дейді, масалул хай вал майит, олардың мысалы дейді, әл-хай уәл мәйит, тірмен және өлінің мысалы сияқты дейді. Яғни имани тұрғыдан, рухани тұрғыдан Аллах тағаланы еске алушы адам ол тірі адам болып есептеледі. Сол сияқты керісінше Аллах тағаланы еске алмайтын, Раббысын еске алмайтын адамның мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам уәл мәйит, өлі адаммен теңестіріп жатыр. Енді жалпы Аллах тағала Фатир сүресінің 22 аятында айтады: "Уама ястауил ахьяу уалал амуат", тірілер мен өлілер тең емес дейді. Уама ястауи дейді, олар тең емес дейді. Ал-ахья тірілер, уал амуат және өлілер тірі емес дейді. Түсінген адамға үлкен ғибрат. Енді сол сияқты осы зікірге байланысты пайғамбар саллаллаху бір кісі келіп айтады: "Я Расулулла, аллимни бабан аташаббасу бих", ей Алланың елшісі дейді, маған бір нәрсені үйретші дейді. Аташаббасу бих, мен соны мықтап ұстанайын дейді. Неге? Оның себебі файна шарауил ислам қад касурат алей, шынында маған исламның, діннің құлшылықтары қад касурат алей, маған көп болып тұр дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ла язалу лисанука ратбан мин зикриллах, айтты дейді, ла язалу лисанук, сенің тілің босамасын дейді, Алланы еске алудан босамасын дейді. Яғни зикриллах, Алланы еске алудан босамасын дейді. Енді келесі сол сияқты хадисте пайғамбар саллаллаху өз сапарында кетіп бара жатқан кезде айтады: "Фақала сиру хаза жумдан", жүріңдер дейді, жүре беріңдер дейді. Хаза жумдан дейді, бұл жумдан деген тау дейді, таудың аты дейді. Сабақал муфарридун, муфарридундар озып кетті дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасындағы сахабалар сұрайды: "Қол уа ма муфарридун я Расулулла", муфарридундар кімдер я Расулулла, Алланың елшісі деп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қала аззакирун аллаха касира ва закират, Алла тағаланы көп еске алатын ерлер мен және әйел адамдар дейді. Бұл жалпы біз зікір сөзімен қандай мағынада келгенін таныстық. Аллаху тағала алам.